Сәби қалай ұйықтайды? Көптеген ата-аналарды толғандыратын тақырып. Бұл ұйықтаған уақытта сәбидің дұрыс күйде жату мәселесі. Беріліп жату баланың құсып, тұншығып қалу қаупінің іс жүзінде алдын алады. Емшектегі бала ояу жүргенде және ата-анасының бақылауымен ғана ішімен жатуы керек. Басқа ықтимал күй арқасымен жатып ұйықтау. Бұл күй омыртқа үшін пайдалы деп саналады. Тыныс алуға ештеңе кедергі келтірмейді. Алайда қысып қойған кезде оңай тұншығып қалады. Мұндай жағдай болмас үшін баланы емізген соң ең алдымен басын шет жаққа бұрып ішіне, кейін арқасына жатқызады. Беріліп жату тамаша күй. Себебі балаңыз қысып қойса да тұншықпайды және оның тынысы бұзылмайды. Бала арқасына аунап кетпес үшін бүйір сүйеніш ретінде ұзыншақ жастықты немесе бүктетілген орамалды пайдалануға болады. Егер бала жиі қысатын болса, оның басын денесінен сәл жоғары орналастырған жөн.